Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін каналда өте тез дайындалатын ресторандағыдай дәмді болып шығатын паста альфредоны үй жағдайында жасаймыз. Егер видео қызық болса, соңына дейін қарап каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Бұл тағамды жасау үшін қажет болатын өнімдер тізімін видео астында описание бөлімінде жазып қойдым. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Алдымен тауықтың төс етін 4 бұрыш формасында турап аламыз да, одан кейін шампиньон саңырауқұлақтарын видеодағыдай ірі етіп тураймыз. Себебі оны кейін қуырған кезде оның көлемі 2 есе кішірейіп кетеді. Және шампиньонды неғұрлым көп қоссаңыз, тағам соншалықты дәмді болып шығады. Сарымсақты майда етіп тураймыз, немесе видеодағыдай олардың барлығын езіп аламыз. Алдымен табаға майды құйып, оны қыздырып, бірінші сарымсақты саламыз да 2-3 минут шамасында қуырып аламыз. Енді табаға туралған тауық етін салып, орташа отта 2 шеті қызарғанша қуырып аламыз. 5 минуттан кейін шампиньон саңырауқұлақтарын салып, бірге қуырып, дәміне қарай тұз бен кішкене қара бұрышты себеміз. Тағы да осы массаның барлығын орташа отта қызарғанша қуырып аламыз. Енді піскен ет пен саңырауқұлақты уақытша басқа ыдысқа салып, оның бетін жауып қоямыз. Енді ол уақытта фетученьеді пісіреміз. Ол үшін қайнап тұрған суға фетученьеді салып, араластырамыз да, дәміне қарай жарты шай қасық тұз себеміз. Және де араластырып, олар жабысып қалмас үшін кішкене майды құйып, тағы да араластырамыз. Осы фетученьеді 5-6 минуттай орташа отта пісіреміз. Кейін піскеннен кейін суын төгіп тастаймыз. Тағы да жабысып қалмас үшін кішкене сұйық майды қосамыз да, барлығын біркелкі етіп араластырып, уақытша бетін жауып басқа жерге қалдырып қоямыз. Енді соус альфредо жасаймыз. Ол үшін табаға сары майды салып, ерітіп, сарымсақ қосамыз да 1 немесе 2 минуттай қуырып аламыз. Оған енді кілегейді қосамыз. Міндетті түрде майлылығы 33 немесе 23% болуы шарт. Егер кілегейдің майлылығы одан төмен болса, ол іріп кетуі мүмкін. Кілегейді табаға құяр алдында отты барынша төмендетеміз. Құйып болған соң оны араластыра отырып, отты орташа деңгейге дейін көбейтеміз. Сонда біздің кілегей қою массаға айналу керек. Дәміне қарай қара бұрыш пен орегано сеуіп аламыз. Барлығын бірге араластырып, соус қою болғанша пісіреміз. Енді оған пармезан ірімшігін қосамыз. Егер сізде пармезан болмаса, оны басқа да еритін ірімшікпен алмастырсаңыздар да болады. Барлығын баяу отта жақсылап араластырып аламыз да, одан кейін соустың тұзын көреміз. Егер тұзы аз болса, кішкене жарты шай қасық қоссаңыздар да болады. Енді дайын болған соусқа тауық еті мен қуырылған шампиньон саңырауқұлақтарын салып, барлығын соуспен бірге араластырып аламыз. Оттың көлемі міндетті түрде баяу болуы қажет. Одан кейін фетученьеді салып, барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Газдың асты ең кішкентай отта болу керек, немесе сіздің соусыңыз тым қатты қою болып, табаға жабысып қалуы мүмкін. Барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Осымен біздің паста альфредо дайын, өте қысқа уақытта дәмді болып піседі. Дастарханға ұсынар алдында пармезан ірімшігі және брокколимен әсемдеп жасауға болады. Барлықтарыңызға ас болсын.